Олар менің Туламорымды қай жерге қамап қойды екен? Бәрін тінтіңдер ме? Түпкір-түпкірдің бәрін ақтардық. Солай ғой, Тиреуіш. Ол жерде ешкім жоқ, Басеке. Ал мен біреуді көрдім. Кімді? Хугоны. Ол солармен бірге жүр. Ол да Сойқанбек сияқты жетім өскен бақытсыз ғой. Олар бір-бірін жақсы түсінеді. Шұлығыма күйе көбелек түсірдің-ау. Олардың екеуінің де тігістерін сөгіп тастайым. Немене? Ештеңе. Парша-паршасын шығарам. Жалаң қолмен айырып тастайым. Өңін ішіне. Өңін ішіне айналдырып тіккен деген осы. Сойқанбек, қалауың сол екен. Кездесуге мен дайынмын. Сендер не қарап тұрсыңдар? Ертеңгі шаруа бастан асады. Қане? Тезірек жата бергенді қойыңдар. Ей, Туламор! Туламор? Сен залымсың! Тули, айғайлама, айтпесе естіп қояды. Сен шұлық қиғышсың, мені Тули деп атаушы болма. Бер қара, Тули, мен сені құтқаруға келдім. Енді ұқтың ба? Мені әкем кеп құтқарады. Ол мен үшін кепілдік төлейді. Үлкен басық сен үшін ештеңе төлемейді. Оны өз құлағыммен естірім. Сен үшін тесік шылғау да бермейді. Оны өз аузынан естірім. Сен ештеңеден қаймықпа. Мен саған көмектесем, білесің бе? Мен сені босата алмайым. Мен саған мынау қайдан жүр? Ей, татпасқан мынау әлгі шұлық пен шұлық өлгіштің қаһарманы ғой. Бер қара, шұлық қиғаш. Біреу ақ көңіл Сойқанбекпен қалжыңдасқысы келеді. Бірақ сол қалжыңбас өмірге келгеніне өкінеді әлі. Біреуді суға шомылдыратын кез келді. Қане. Жүр қане. Кеттік.